O'rta Osiyoda ochilgan birinchi MMA ligasi Alash Pride liga prezidenti Alimjon Bektayev. Alimjon aka, assalomu alaykum. Aka, hamma turnirlar zo'r bo'lyapti. O'zbekistonda qachon plan qilyapsiz? O'zbekistonga bag'anada press konferensiyada aytdim, Orazadan keyin Alloh buyursa, iyun-iyul oylarida Hamid Muratxon To'rayeva keremet turnir o'tkazsak degan Xumarinada plan bor. Albatta, переговорlar жүріп жатыр. Plan alda vaqtda iyun-iyul oyini может odan erta bo'lib qoldi mumkin. Bizde Alash Pride ашылғалы 15 yil bo'ldi. O'zbekistonning bir necha javoнгерлері Nursulton Ruzunbayev, Muratxon To'rayev o'zimizning javonger Alash Pride. Soning артынан bir turnir o'tkazsak degan niyatimiz bor. 18 dekabr kuni bizning hamyurtimiz Elmurod Haqnazarov ham jang qiladi. Bu jang haqida fikringiz qanaqa? Elmurod Haqnazarov ikkinchi jekpе-jегі bizde Turkiston qalasында Alash Pride 113 de debют жасаған. Өте жарқын дебют. Енді оның қарсыласы 4-1 рекорды бразилиялық жауынгер. Ол естеріңізде болса, Бабыр Абдулазизовпен жекпе-жек өткізген мықты жауынгермен. Ол бразилиясыде шетке шығаруға болмайды. Енді бізде Elmurodты мен білетінім күрес жағы, бразилиялық стойка. Енді бұл жекпе-жек күрес болады ау деп өзім ойлап отырмын. Өйткені бразилиялық стойкамен Elmurod күреспен. Elmurod жеңеді деген. 18 dekabr Alash Pride turniridan nimalarni kutaylik? 18 dekabрда Алматы аренада өтетін турнирде бізде басты жекпе-жекте Рүстем Құдайберген мен Әнібек Жәнібекұлы, Қырғызстанның жауынгер. Өте мықты жауынгер. Екеуі де стиль бокса ғой былай алғанда. Екеуі де стойкіде. Қызықты жекпе-жек болады. Бұл анау скучный бой болмайды. Соглавный бойда Асылжан Таскет және сушист. Сушист тоже ударник, Асылжан Таскет тоже ударник. Этот тоже бой должен быть закончен нокаутом. Абдрахман Өмірзақов өздеріңіз білесіздер. Претендент тоже поясқа келе жатыр ступенькам. Оның қарсыласы экс-чемпион Рамазан Кадиев. Рамазан Кадиев бізде 3 жыл бұрын Alash Pride 70 килода чемпион болған. Өте мықты жауынгер. Грэпплинг өте қаттанмаған. Өмірзақ осы жекпе-жекте негізі Акбар Гаджакбаровпен жекпе-жек за пояс төгілісі керек болған. Акбар жарақатына байланысты февраль айына қалды. Енді бізде орнына заменаға Кадиев келді. Кадиев экс-чемпион. Өмірзақ претендент. Өте қызық жекпе-жек болады бұл да. Одан келетін болсақ Тасқұтжаев пен Майсурадзе. Екеуі де базовый ударник. Бұл жекпе-жек өзім қатты күтіп отқан жекпе-жек. 18 dekabr kuni bo'ladigan kartga omad tilaymiz. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling.